Саламатсыздар ма оқушылар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 30-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Ал балалар, сабақтың барлығын бүгін орындайтын боламыз. Соңына дейін қарап, лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше біздің жобамыз. Тыныс белгілері. Тілімізде негізінен 10 тыныс белгісі бар. Нүкте, үтір, нүктелі үтір, көп нүкте, қос нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, сызықша, жақша, тырнақша. Бірінші тыныс белгілерінің қолданылу ерекшелігін естеріңе түсіріңдер. Сөйлемнің соңына дейін қандай тыныс белгілері қойылады? Сөйлемнің ортасында қандай тыныс белгілері кездеседі? Сөйлемнің алдында қандай тыныс белгісі қойылады? Ал келесі екінші, өлеңде нүкте өзі туралы не айтқан? Мен сөйлемнің соңында тұрам, солыңда емес, оңда тұрам. Сөйлемдердің жігін ажыратып, кідіріс белгісі орында тұрам. Тиянақты ойдан біткенін білдірем. Сөйлем соңына таман даусымда бәсеңдетіп үлгерем. Маған кідіріп дем аласын, мен емес пе бөліп тұрған ой арасын. Қызықты грамматика кітабынан. Басқа тыныс белгілер туралы материал табыңдар, немесе солардың бірінің атынан әңгіме құраңдар. Келесі үтір. Мен үтірмін. Міндетімді түсіндім. Күрделі көремін. Сөйлем сөзді бөлемін. Сұрақ белгісі. Тосын тиер құлаққа. Неше түрлі сұраққа. Үңіліп мен қаламын. Нақты жауап аламын. Леп белгісі. Саңына тез жеткім кеп, сөйлемін мен екпін деп. Жай сөйлеу жоқ дағдымда, мағына да бар мыңда. Қос нүкте. Атын қойы автордың, жазсаң ойды тапқыр бір. Аты жөнін соңына, қос нүкте қой соңында. Келесі үшінші, әдебиеттік оқу. Кітап бойынша зерттеу жүргізіңдер. Бір өлеңді оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. Өлеңде қандай тыныс белгілері қолданылған? Қай тыныс белгісі көп? Бұл өлеңде тыныс белгілерінің қандай қызмет атқаратыны туралы ой бөлісіңдер. Дүниені жайласа да, дауымда ағын, ершелер сақтап қалған мәтіннің жанын. Жігерін жұқпартпаған жезді өлкеде, жер қазып, мыс балқытқан бауырларым. Фариза Оңғарсынова. Бірінші, өлеңде үтір және нүкте тыныс белгілері қолданылған. Екінші, үтір тыныс белгісі көп. Үшінші, өлеңде үтір белгісі құрмалас сөйлемнің құрамындағы екі жай сөйлемді бөліп тұр. Ал нүкте сөйлемнің аяқталғандығын білдіріп тұр. Ал балалар, келесі төртінші, өзіңе ұнаған тақырыпқа хабарлама жасауға дайындал. Тыныс белгілері үшін қажет тыныс белгілері мадақтауыш сөз. Хабарламаңды сыныпта жарияла. Тыныс белгілері не үшін қажет? Әрбір тыныс белгісі сөйлемнің мағынасында айқындау көрсеткіш. Сондықтан бір тыныс белгісінің орнына екінші тыныс белгісін қоя салсақ, бір сөйлемнен әлденеше мағына ұғынылатын түсіну керек. Тіпті кейбір оңашалаған айқындауыш мүшесі бар сөйлемдегі айқындауышты үтірмен бөліп жазсақ, оны қарсылықты жалғаулықсыз талалас деп қалуға болады. Демек, әрбір тыныс белгісі әр сөздің, әр сөйлемнің мағыналарын дәлелдеп, дұрыс түсіндіруші шарты белгі. Олай болса, аяқталған ойды білдіретін тілдің бір бүтін бөлшегі. Сөйлем болса, ол бір сөзден де, бірінші сөзден де құралады. Сөйлем арқылы адам өзінің айтайын деген пікірін екінші біреуге ауызша не жазбаша түрде жеткізеді. Сөйлем сазына қарай қойылатын тыныс белгілері сөйлемдегі айтылатын оймен байланысты болады. Ал балалар, біздің сабақ осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.